Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камилова Райлан. Бүгін сіздермен сазан балықтың уылдырығынан котлет өңдейтін боламын. Жасалу жолы өте қарапайым, қолжетімді заттардан жасалады. Бізге керекті заттар: сазан балықтың уылдырығы қажет болады. Уылдырықтың үстіне тұзымызды, қара бұршымызды және бір жұмыртқамызды салып араластырамыз. Және жарты кесе сүтімізді құямыз, көп құймаймыз, сүтімізді араластырамыз. Сүттен кейін ұнымызды саламыз, 3-4 ас қасық ұн саламыз, көп салмаймыз. Котлетіміз қою болып кетеді, сондықтан азғантай саламыз. Құймалжың болғанша мұқият араластырамыз. Жай отта табамызды қыздырып, және маймен майлаймыз, және бір ас қасықтан құятын боламыз. Котлеттің екі жағында мұқият қызартып пісіріп аламыз. Көріп тұрғандай уылдырықтан жасалған котлетіміз дайын болды. Өте жасау жолы өте оңай, әрі дәмді болады. Сіздерді үйден жасап көруге кеңес беремін. Егер де осы видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер.